Mercedes-Benz E-класс. Алдында да парктроник датчиктер қойылған бамперінде. Қағазына маалымат алып көрелі. 2011, объемы 3.5, коробка автомат. Телефон номерлері свежий перегон деп жазылып тұрады. Арқаңқы жағынан көрініші. Так, ішкі салонына көңіл бұрсақ. Біріншілі мұна пассажиры жақтан мен не болып атам алдыңқы. Бұларға дағы мұндай жақшы электронды привод менен сиденьялары 3 режимде памяти. Блокировкалары, қапталдары мұны кожа, жұмшақ. Подлокотнигімен қошу. Ішкі салоны шындай болып жасалған штатный монитор. Байқалып атса керек. Барыңыздарға двухзонный климат контроль, подогрев 3 режимде, подогрев мен қосымша вентиляция дағы бар кен сиденьян. Бұл да 3 режимде жақшы, бұл аябай. Так, арқаңқы жағы. Люк 2 зонада кен ол. Байқасаңыздар. Басы $15,000, Басы $15,000. Фара омывательдері дағы бар екен. Азыр біз навестегі Honda Jazz тартып береміз. Бұл жерде қатар-қатар 3 Jazz тұрады. Біріншілерден болып бұл 2008 жыл, объемы 1.4, коробка автомат, телефон номерлері есін. Номер бар екен да? Жақшы. Так, ішкі салоны, алдың қайнектері электростеклоподъемниктерде, мультируль. Бұның басы 6.000 қанша? $6.500. Жана шының арқасында да бір Honda Jazz. Германиядан келген екен, бардығы тең. Родная краска дейді, бардығы тең. Бұнда жылы 2008, объемы 1.4. Автомат бұ? Механика. Бұл коробкасы механика екен. Арқаңқы жақтан көрініші. Баллондары мұнда өзінің фирменный литый дистерінде. Бұнықыдағы алдыңқы айнектері электростеклоподъемник, мультируль. Салон ем оқшаш еле олады. Электронный климат контроль. Бұның басы қанша олып ататкен? Басы $6.200. Daha қайсы бар? GX Lexus 470 2007 жылы. Объемы 4.7, телефон номерлері есін. Так, ішкі салонына көңіл бұрсақ, 2 режимде память сиденье, электро корректировкалары менен. Бұлар түшінікті. Электроприводтар. Өйді ұлды. Так, мультируль. Бұлар блокировкалар дифференциалов, кондиционер, подогрев, обогрев боковых зеркал заднего вида. 3 режимде подогрев сидений. Так, монитор өзін штатный. Сиденьялары мынандай боз түстегі кожа. Бұның басы қанша болып атады? $19.500 басы. Телефондарын да бір көрсетіп қояйын.
Hyundai Santa Fe. ...2016 объемы 2.2 растаможено, не оформлено деп жазып тұрады. Бағасы $17.500. Телефон номерлері есін. Арқан жағынан көрініші. Камера заднего вида бар екен, парктрониктермен қосымша. Бесключевой доступ. Ички салонына көңіл бұрсақ, олар бардығы түшүнүктүү болса керек сіздер үшін. Жана максимальный комплектацияда екен. Драйв мод режимдерге бөлініп кетет. Нормальный эко режимде жана спортивный режимде. Спуск горы помощник. Анан кейін антизанос. Бұл подогрев руля. Рульді ысыта турган. Бұл функциясын жазып қойыңыздар, мен точно билбей атам. Жана бұл блокировка дифференциалов кнопкасы. Приборный панельдери ондай. Өзінің штатный мониторы бар. Ол жерге SD карта памяти салынат экен. Ошондой. Двухзонный климат контроль. Подогрев сидений 3 режимде. Кожасы, сиденьялардың кожалары мынандай катуу, жакшы. Мынандай өтө жумшак эмес экен. Подлокотник бар. Жана AUX USB выходы дагы бар экен. Розетка 12 вольттон 120 вольтко тоже бар экен. Прикуривательден тышкары. Панорамный люгу жок экен. Люгу жок экен. Басы $17.500. Mercedes-Benz C-класс. Кузов седан. $2001, объемы 2, коробка автомат. Басы $5.000 деп жазылып турат. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов. $2000 жылы. Объемы 3.2 дизель. Басы $300.000 сом деп жазылып турат. Телефон номерлери 779 800 939. Люк бар екен. Арқаңқы жағынан көрініші. Mitsubishi Space Star. Жүргізіп та берді. 2001, объемы 1.6, коробка механика. Телефон номерлері байқалып жатса 555 81 88 58. Азыр арқаңқы жағынан көрінішін тартып қойылды. Фаркоп, прицельный электро немелермен бар екен. Газовый оборудование дағы бар екен. Азыр есі айтып атат. Алдыңқы айнектер электростеклоподъемникте. Ички салону. Коробка механика 5 ступкада. Приборный панельде жанып тургандарын көрүп атасыздар. Басы, айтылыш басы 180 000, 80. Кем болот, а? Болот. Пробеги 365 317 километр. Volkswagen Golf 3. Капоты да ачык экен. Жакшылап жууп тур. Ушундай көрүнүшү. 1992, объемы 1.8, коробка механика. Механика, телефон номерлери есин. Мындай титан литодистер екен. Арқаңқы көрініші. Так, ішінде демеккен пробегін аз көрсетіп берейін.
Пробеги 271.311 километр. Так, анан кийин электростеклоподъемник экен, алдыңкылардагы же төртөө теңби? Механикабы? Механика кылып коюптур атайын. Өзүм мурда заводской электрический экен эле. Баасы, боло турган баасы 120 000 сом деп атат.